Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде ауыз қорыту бөлімдерінің жалғасы. Яғни біз алдыңғы сабақта ауыз қуысымен толыққанды танысқан болатынбыз. Ал енді бүгін біз өңешпен танысамыз. Өңеш, асқазан, ұлтабар туралы айтамыз. Яғни сіздердің қазір көріп тұрғандарыңыз бұл бізде өңеш. Асты тасымалдау жолына жатады. Алдыңғы сабақ айтқандай, ас жұтқыншақтан кейін өңешке түседі дедік, иә? Міне ол өңеш қалың бұлшықетті қабат болып табылады. Өңештен кейін ас, яғни тасымалдап береді қайда? Асқазанға. Асқазан немесе қарын деп аталады. Бұл ас қорытудың негізгі мүшесі болып келеді. Келесі, осы асқазаннан кейінгі жалғасы ол бізде мына жер ұлтабар, немесе былай қарайтын болсақ 12 елі ішек. Сіздерде ОБТ-да сұрайды көбінесе 12 елі ішек туралы, яғни өзегі қайда ашылады, немесе ұлтабардың өзегіне қандай заттар ашылады деген секілді сұралады. Қазір ол туралы айтатын боламыз. Бізде мына жерде астың жұтылу процесін көрсетейік. Мысал ретінде ас жұтылып жатыр. Қараңыздар. Ас жоғары жақтан жұтылып, ол қайда келеді? Асқазанға келеді. Асқазанда әртүрлі ферменттердің, сөлдердің, немесе бездердің арқасында ас осында асқазанның ішіне толыққанды қорытылады. Қалған қалдық одан ары қарай, яғни ас ішектің жоғарғы бөлімі ұлтабар немесе 12 елі ішекке, одан ары қарай аш ішекке, одан тоқ ішекке, тоқ ішектен тік ішекке қарай барады. Енді асқазанның жартылай көрінісін қарайық. Мынау асқазанның жарты көрінісі. Өңеште бұлшықетті қабат, асқазанда бұлшықетті қабат. Асқазанның ішкі бөлімі сілемейлі қабықша деп аталады. Ал мынау ортаңғы қабаты бұлшықетті қабаты. Сілемейлі қабықшасы эпителий ұлпасынан бір қабатты эпителийден тұрады. Яғни бізде эпителийдің ішінде тек ішкі мүшелерді астарлайтын эпителий ұлпалары кездеседі. Олар өте жұқа сілемейлі болып келеді. Ал мынау бұлшықетті. Асқазанның бұлшықеті бірыңғай салалы бұлшықет. Неге? Себебі асқазан ол адам ағзасына тәуелсіз жұмыс жасайтын мүше болғандықтан өзі жиырыла алады және өзі босаңсай алатын қабілетке ие. Ал ондай бұлшықеттер бізде тек бірыңғай салалы бұлшықеттерге тән. Бірыңғай салалы бұлшықеттер ас қорытудың ішінде асқазанды, ішектерді толықтай қамтамасыз етеді. Және мынау асқазанның ішінде әртүрлі бүрлер болады. Асқазан бүрлерінен асқазанның сөлі, яғни қарын сөлі бөлінеді. Қарын сөлі қышқылдық орта. Бізде көбінесе айтамыз, осы асқазанның іші қышқылдық орта. Пашы химия тілімен айтқан кезде өте жоғары. Яғни бұл кезде қалған қалдық, асқазанда қалған қалдық ашып кетуі мүмкін. Өйткені қышқылдың жоғары болуына байланысты. Ал асқазанда қорытылған ас одан ары қарай жасушаға немесе қанға сіңеді. Қаннан ары қарай әртүрлі зат алмасу процестеріне қатысады. Осы асқазандағы келген кезде енді біз бездер, соның ішінде ферменттер, бездер туралы айтайық. Осы асқазанда астың қорытуына қатысатын бірнеше фермент бар. Олар бізде липаза, амилаза, пепсин, трипсин деп аталатын ферменттер. Липаза ферменті асқазанда майдың сіңірілуін, яғни майды май қышқылдары мен глицеринге дейін ыдыратады. Амилаза ферменті асқазанның ішінде көмірсуларды, мысалы алатын болсақ, крахмал күрделі көмірсуя гликоген тұтынған кезде оны глюкозаға дейін ыдырату қабілетіне ие. Және пепсин мен трипсин нәруыздары, белокты амин қышқылдарына дейін ыдырату қабілетіне ие. Осы аталған ферменттердің барлығы ас қорыту процесіне асқазанда қатысып, жаңағы асқазанға түскен астың барлығын қорытылуына қатысады. Келесі бізде айтатын болсақ, мына жерде және асқазанда көріп тұрсыздар, әртүрлі қатпарлар бар. Осы қатпарлардың жиырылуынан ас жаңағы келесі мүшеге жіберіліп және қорытылу қызметін атқарады. Асқазаннан кейінгі мүше ол бізде мына жер жаңа айтып өткендей 12 елі ішек. 12 елі ішектің қандай ерекшелігі бар? Оның мына жерде өзегі болады. Ол өзек өт сөліне және ұйқы безіне ашылады. ОБТ-да дәл осындай сұрақ бар, яғни керісінше келеді. Ұйқы безінің өзегі қайда ашылады, өт сөлінің өзегі қайда ашылады деген. Ас қорыту жолында 12 елі ішекке, немесе ұлтабарға, немесе ас ішектің жоғарғы бөлімі деп келуі мүмкін.
Құрметті оқушылар, осы жерде айта кететін жағдай, 8 және 9 сыныптардың кітабында ас қорыту мүшелері екі түрлі жазылған, сол жағын ескеріңіздер. Кішкене мүшелердің арасында ерекшеліктер қате жазылып кеткен болуы мүмкін. Ары қарай жалғастыратын болсақ, 12 елі шектен кейінгі ас бізде ас шектің төменгі бөлігіне қарай өтеді. Осы ас қорытуға қатысатын негізгі бөлімнің бірі бізде ол ұйқы безі. Мына жерге өзегі ашылады. Ұйқы безі бізде ұлтабарға қарай, 12 елі ішекке қарай сөл бөледі. Ол бізде панкреатин сөлі деп аталады. Панкреатин сөлі де астың толыққанды қорытылуына көмектеседі. Және өт сөлі бар. Өт сөлін қазір бауырға келген кезде толыққанды түсіндіріп береміз. Асқазанның енді біз ішіне қарай өтетін болсақ, the stomach is a highly muscular organ. The layers of muscle are organized in 3 different patterns: the inner oblique, the middle circular, and the outer longitudinal. The inner oblique layer contains rugae, muscular ridges that aid in the breakdown of food and also allow for stomach expansion. Құрметті оқушылар, осымен ас қорытудың асқазан мүшелері аяқталды. Келесі сабақта ас қорытуды жалғастырамыз.